бір ғұламаларымыздың айтқан жақсы сөздері бар. Сенің істеп жүрген күнәң сені дұғадан тоспасын дейді. Яғни кейде адам мысалы күнә жасап қойған, ішіп қойған болуы мүмкін, зина жасап қойған болуы мүмкін, тағы да басқа да сондай бір қателік жасап қойған болуы мүмкін. Сол қателігің сені дұғадан тоспасын дейді. Неге? Өйткені күнәнің ең ауырын жасаған Іблістің де Алла тағала сұрағанын берді дейді. Іблістей күнә жасаған кім бар? Ібліс Алла тағаланы көрді, Алла тағаланың бағанағы ақиқат екенін біледі, жәннатта өмір сүрді. Солай бола тұра тәкаппарлыққа салынып, Алла тағала бағанағы құрмет сәждесін Адам алейхиссаламға жаса деген кезде бас тартты. Илля иблис аба вастакбара ва кана минал кафирин. Алла тағала Иблис тәкаппарлыққа салынды, бас тартты және кәпірлерден болды деді. Енді мысалы бұл дүниеде жүрген кәпірлер, егер оларға Алла тағаланы көру былай тұр